Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін біз 7-ші сыныптың бір мүшелер тақырыбына берілген 2-5 есепті шығаратын боламыз. Осы тақырыпқа байланысты түсінбеген есептеріңіз болса немесе сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып қалдырыңыздар. Келесі видеоларда бұл есептерді міндетті түрде қарастыратын боламын. Жалпы бір мүшелерді көбейту үшін біз таңбалардың көбейтіндісін жатқа білуіміз керек. Плюсқа плюсті көбейтсек плюс шығады, плюсқа минусты көбейтсек минус шығады, минусқа минусты көбейтсек плюс шығады. Және де бір мүшелерді көбейту үшін біз 3 жолды істеуіміз керек. Бірінші таңбаларды көбейтеміз, екінші сандарды көбейтеміз, үшінші бірдей айнымалыларды көбейтеміз. Мен сіздерге түсінікті болу үшін бірдей әріптер деп әдейі жазып қойдым. Бірінші есеп. Бұл жерде бізде 2 бір мүше берілген, екеуін көбейтуіміз керек. Ең алдымен біздің сақтауымыз керек бірінші ереже бұл таңба. Екеуі де плюс, оң сандар, демек плюсқа плюсті көбейтетін болсақ плюс болады. Біз плюсті жазбаймыз. Екінші сандарды көбейтеміз. 11-ге 0,3-ті көбейтетін болсақ 3,3 шығады. Екінші бірдей әріптерді көбейтеміз. Мінекей а квадратқа а квадратты көбейтетін болсақ а дәрежелері қосылады, 4 шығады. Келесі в-ға в квадратты көбейтетін болсақ в-ның дәрежесі біреу, мына в-ның дәрежесі екеу, демек 3 шығады. Мінекей бірінші есеп осылай. Енді екінші мысалды көрейік. Екінші есепте де осы ережені сақтаймыз. Ең алдымен таңбасына қараймыз. Екеуі де оң сан, демек плюс шығады. Екінші сандарды көбейтеміз. 9-да 4-ке 3-те 2-ні көбейтетін болсақ 27-ден 8 шығады. Үшінші ереже бірдей әріптерді көбейтуіміз керек. X-қа x-ті көбейтетін болсақ x квадрат, y кубқа y-ті көбейтетін болсақ y дәрежелері қосылады 3, 1, демек 4. Келесі үшінші мысалды көрейік. Ереже бойынша шығарамыз. Бірінші таңбасы. Минусқа минус санды көбейтсек, мінекей, плюс сан шығады. Мына жер плюс шығады екен. Плюс сан жазылмайды. Екінші сандарды көбейтеміз. 0,6-ға 10-ды көбейтетін болсақ 6 шығады. Одан кейін бірдей әріптерді көбейтуіміз керек. m квадратқа m-ді көбейтетін болсақ m дәрежелері қосылады, 3 болады. n-ге n квадратты көбейтетін болсақ n дәрежелері қосылады, 3 болады. Төртінші мысалды шығарайық. Төртінші мысалда бұл жерде де 2 бір мүшеде оң сан, демек оң сан шығады ол жерден. Бұл жерде сандар жоқ, тек бірдей әріптерді көбейтеміз. x куб, x-тің 5 дәрежесіне x-ті көбейтетін болсақ, x дәрежелері қосылады, 6 болады. y-ге y кубты көбейтетін болсақ, y-тің 4 дәрежесі болады. z-те қана бір жақта бар, екінші бір мүшеде жоқ, сондықтан z-тің өзі жазылатын болады. Бесінші мысал шығарамыз. Бесінші мысалда таңбасын көбейтеміз ең алдымен. Минусқа минусты көбейтсек, плюс шығады мына жерден. Плюсқа минусты көбейтсек, минус шығады. Демек, бірінші таңбасын қойып алады екенбіз. Екінші сандарды көбейтеміз. 4, мына жақта сандар жоқ, тек 4-тің өзі жазылады. Үшінші ереже бірдей әріптер. А-ға а квадратты көбейтетін болсақ, а-ның кубы болады, дәрежелері қосылды. Мына жерде а жоқ. Келесі в-ға в-ның кубын көбейтетін болсақ, в-ның 4 дәрежесі. Дәрежесі 1, 3, екеуін қоссақ 4 шығады. Мінекей. Келесі 6-шы мысал шығарамыз. Ереже бойынша шығарамыз. Ең алдымен таңбаларды көбейтеміз. Минусқа плюсті көбейтсек, мінекей, минус шығады екен. Екінші сандарды көбейтеміз. 5-тен 1-ге көбейтеміз 5-ті, бізде 1 шығады. 1-ді жазбаймыз. Үшінші бірдей әріптерді көбейтеміз. Пи-дің 3 дәрежесіне пи-дің 2 дәрежесін көбейтсек, пи-дің 5 дәрежесі болады. Дәрежелер қосылады. Q-дің 4 дәрежесіне Q-дің 3 дәрежесін көбейтетін болсақ, Q-дің 7 дәрежесі болады. Назарларыңызға рахмет. 7-ші сынып есептерін дайын шығарылу жолымен көргілеріңіз келсе, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар және де достарыңызбен бөлісіңіздер.